амалдарына қатысты, тек көбейтуде емес, бөлу амалына қатысты да мен тапсырмаларды сұрайын. Қолмен емес, қолымызды көтеріп жауап береміз. Алтыны көбейту кестесіне сәйкес. Тез жылдам айтайықшы. 12-ні 6-ға бөлсек қанша шығады? 3 шығады. 24-ті 6-ға бөлсек жігер 4. Орнымыздан тұрып жауап береміз. Қанша шығады? 4 шығады, жарайсың. Келесі Алихан 30-ті 6-ға бөлсек қанша шығады? 5 шығады. Кеттік ары қарай. Азамат 42-ні 6-ға бөлсек неше шығады? Ары қарай кеттік. 3-ті бөлу таблицасы 9-ті 3-ке бөлсек қанша? 9-ке 3. 12-ні 3-ке бөлсек қанша? 4. 15-ті 3-ке бөлсек қанша? 5. 18-ті 3-ке бөлсек қанша? 6. 20-ті 3-ке бөлсек қанша? 7. 24-ті 3-ке бөлсек қанша? 8. 27-ті 3-ке бөлсек қанша? 9. 30-ті 3-ке бөлсек қанша? 10. Жарайсыңдар. Ендеше балалар, біз көбейту және бөлу кестесі көп таңбалы сандарды азайту және бөлу бойынша ортақ тақырыпты аяқтадық. Сол бойынша жаңа біз тапсырмалар орындадық. Солай ма? Ендеше мен сіздерге рефлексияға стикерлерді таратып берейін. Әрқайсыларыңыз өздеріңіздің есімдеріңізді жазып, маған осы сабақ бойынша сіздерге ұнады, ұнамады, немесе әлі де білгім келеді деген сөздер секілді өз ойларыңызды бір немесе екі сөйлеммен немесе сөз тіркестерімен жазып берсеңіздер. Осы тақырып бойынша көбейту және бөлу сіздерге түсінікті болды ма? Түсінікті болса, мен түсіндім деп жазыңыздар. Түсінбесеңіздер, менің әлі де түсінгім келеді деп жазыңыздар. Немесе түсінбесеңіздер, мүлдем түсінбедім деп жазып беріңіздер. Аты жөндеріңіз